Сәлем баршаңызға достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айнұр. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында қарапайым заттардан дайындалатын пряникті дайындайтын боламыз. Бұл жерде айта кететін жағдай, ұнды екі бөлікке бөлеміз. Бөлек ыдысымызға 100 грамм ұнымызды салып, және де қантымызды салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Қазір 100 грамм ұнымызды пайдаланып жатырмыз, шатастырып алмаңыздар. Араластырып алған соң сүтімізді міндетті түрде қатты ысытып құямыз. Қайнап кетпеу қажет, бірақ өте ыстық болуы керек. Тез-тез біркелкі масса болғанша араластырамыз. Енді осы массамыздың үстіне сұйық майымызды қосып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Ендігі кезекте біз тек жұмыртқаның сары уызын пайдаланамыз, және де ситадан өткен какаомызды қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Ал жұмыртқаның ақ уызын сыртына жаққанға алып қоямыз. Ендігі кезекте ұнымыздың үстіне разрыхлительді қосып, осы қою массамыздың үстіне екі бөлікке бөліп қосатын боламыз. Алғашқы кезде осылай венчиктің көмегімен қозғап аламыз дағыны, қалған екінші бөлігін бөліп, осылай қасықпен қоймалжың масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте жаятын жерімізге кішкене ұн сеуіп, қамырымыздың бетіне де кішкене ұн сеуіп жібереміз. Себебі қамырымыз қолға жабысқақ келеді, сондықтан ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Енді осындай шпательдің көмегімен немесе қолдарыңыздың көмегімен қамырымыздың жарты бөлігін алатын боламыз. Бірінші кезекте қолымызбен басып жайып алатын боламыз. Одан кейін оқтауды пайдаланып, орташа қалыңдықта, яғни 8 мм шамасында жайып аламыз. Менде арнайы осындай печенье кесуге арналған дөңгелек құрал бар, көлемі 5 см. Сіздер кез келген бокалды немесе пиаланы қолданып кессеңіздер болады. Әр кескен сайын ұнға малып отырыңыздар, сол кезде кесіп отқан құралдарыңызға қамыр жабыспайтын болады. Енді осы печеньелерімізді алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 10-15 минут шамасында пісіріп аламыз. Пряниктеріміз пісіп шықты. Толық пісіп шыққанына көз жеткізу үшін шпажканың көмегімен тексеріп алсаңыздар да болады. Енді сыртына глазурь дайындайтын боламыз. Ол үшін жаңағы бөліп алған жұмыртқаның ағына қант ұнтағын салып, жақсылап араластырамыз. Бізде осындай масса шығады. Енді осыған лимонның согын қосып жіберсеңіздер де болады, бірақ ол міндетті емес. Лимонның согын қосатын болсаңыздар, біздің глазуріміз аппақ болады. Ал ендігі кезекте пряниктерімізді толықтай суытып алғаннан кейін глазурімізді осылай толық барлық жеріне жағып шығамыз. Қыздар, байқасаңыздар, глазуріміз алғашқы кезегіден лимонның согын қосқаннан кейін ағарды. Мінекей осы видеодағыдай пряниктерімізге глазурьді толықтай жағып шығамыз. Глазурімізді жағып болғаннан кейін бөлме температурасында толықтай кептіріп алатын боламыз. Мінекей қарапайым заттардан жасалатын жұмсақ дәмі өте керемет пряниктеріміз дайын болды. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де осы видеомды соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.